Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен алмадан жасалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, миксермен жақсылап, аппақ болғанша айналдырамыз. Жақсылап көтерілген жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, тағы жақсылап араластырамыз. Сұйық май мен ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отыра массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаға 2 алмамызды турап салып, тағы жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды формамызға саламыз. Пирогтың бетін әсемдеуге бізге қызыл алма қажет, және ортасын тазалап, жіңішке етіп жақсылап тураймыз. «170 градус қызып тұрған пешке 40 немесе 50 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, пісіп шықты. Енді формамыздан босатып, толық суығанын күтеміз. Толық суыған соң үстінен қант ұнтағын себеміз. Алмадан дайындалған біздің бәліштеріміз дайын. Дәмі де сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Жақындарыңызға дайындап қуанта беріңіздер. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.